Журналистиканың күшіне қатты сенген жылым болды. 2022 жылы Аватар фильмінің екінші бөлімін жасайтын болдық, Аватар су жолы. Сол кезде мен жаңағы журналист таныстарыма салмайын ба, мынаны таратуға көмектесіңіздер деп. Сөйтсе журналистердің өзі 1000 журналист деген бір тобы бар екен. Қазақ журналистері, осы жерде ата кетейін, оның ішінде мен де бармын. Сол ақпараттың барлығы салынды. Маған хабар арнасында жұмыс істейтін әріптестерім, таныстарым солар көмектесті. Сонда бір ғана бір-екі журналистің қолымен қолдан қолға тарайтын көмек сияқты ғой. Бәрі ұстасып көмектесіп кеткендей болды. Өйткені сол бір сәтте Аватар туралы бір қысқа уақыттың ішінде, бір аптаның ішінде ғана фильм прокаттан түсейін деп тұрды. Қазақша жобасы түсейін деп тұрды. Көрермен аз баратындықтан. Журналистер көмектесіп, шулатып, танымал адамдардың барлығы қосылып, келіңіздер, барлығымыз бірге тамашалайық деп, жаңағыдай 22 жылы шыққан танымал хит қазақ тілінде де шулап кеткен.